Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен керемет және қытырлақ тауық қанаттарын қалай дайындауға болатынын бөлісемін. Бұл рецепт өте қарапайым және дәл мейрамханадағыдай болып шығады. Алдымен тауық қанаттарын жуып осылай терең ыдысқа салып, бір ас қасық тұз және осындай куриный приправа және бір чай қасық қара бұрыш, шамамен 2 ас қасықтай майонез және 2 ас қасық кетчуп салып, және 2 дана чеснок салып, және кішкене сұйық май құйып, бәрін жақсылап араластырамыз. Паприка салып 2-3 сағатқа қоямыз. Пешті 180 градусқа қыздырып, қанаттарды осылай пісіру қағазына тізіп қоямыз және 40-45 минут бойы пісіреміз. Достар, осы керемет рецептіні жасап көріңіз. Егер видео ұнаса, пікір қалдырып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Осылай қып-қызыл болып пісіп шығады. Баршаңызға ас болсын. Тек бір жұмыртқамен пирог пісіру үшін қарапайым және жылдам рецептіні ұсынғым келеді. Бұл пирогтың қамыры жұмсақ әрі дәмді болады. Егер видео ұнаса, лайк қойып, каналға жазылыңыз. Өз ойларыңызды және қандай рецепттер көргіңіз келетінін комментарийге жазып қалдырыңыз. Алдымен бір жұмыртқаны салып, және 150 грамм қантымызды салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Және 200 грамм жылы сүт қажет. Араластырамыз. 3 қасық сұйық май құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ендігіде ұнды салып, жайдан салып, сұйық емес, орта шамасы шығарамыз және бір разликеттерді салып жібереміз. Тағы да жақсылап араластырамыз және қалыпқа осындай қағазымызды салып, осындай пісіру формасына қамырымызды қалыпқа құямыз. Пирогты алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 30-40 минутқа қойып пісіреміз. Пирогты пештен алып, сәл суытып, кесіп, үстіне қант ұнтағын себуге болады. Баршаңызға ас болсын.